Сәлем достар, бүгін не только еркектер жайлы фантазиялар, жалпы еркекпен қарым-қатынастағы, үйленген кездегі фантазиялар мен иллюзиялар жайлы сөйлесеміз. Итак, ең бірінші фантазия бұл қыздарға кішкентай кезден ертектерде, түрлі сказкаларда, киноларда нені үйретеді, нені көрсетеді бізге. Қыз өсе келе дамып, ең бір мақсаты бұл тұрмысқа шығу. И өскеннен кейін обязательно өзінің принцін кездестіреді. Ол принц ол қызды обязательно құтқарады, міндетті түрде бір драконнан ба, тағы бір нәрселерден құтқарып, екеуі үйленеді, сөйтіп сонымен сказка бітеді. Просто соңында бізге екеуі үйленді, өмір бақи тату-тәтті өмір сүрді, и бір күні қайтыс болды дейді, болды. Үйленгеннен кейін не болған, қандай қарым-қатынас болған, балалар қалай туған, ол балаға кім қараған, әйел шаршаған кезде не болған, екеуі ұрысып қалған кезде қалай татуласқан, осының бәрін бізге ешкім көрсетпеген, не болғанын айтып бермеген. Жалпы сол принцті қалай таңдау керек, сен өзің не істеу керексің? Ешнәрсе көрсетілмеген, ешнәрсеге бізге көзіміз жеткен жоқ, шын мәнінде. И қазақтардың семьясында тағы да бір иллюзия бар. Жақындық қазақтарда, ішкі жандай жақындық семьяда көп кездесе бермейді. Мысалы, ана қызмен ашық сөйлескені, қарым-қатынас жайлы, былай ашық сөйлескенде, пұтына қарап жүр деген ашық сөйлесу емес. Нормально, с любовью, с нежностью, бар сүйіспеншілігімен қызына айтып, қызым, айналайын, жігіттер осындай, қыздар осындай, сендерде гормон бар, потом секс туралы, предохранение туралы, сон бәрін спокойный сөзбен айту дегенді мен естімеппін. Еш менің подругаларымда, таныстарымда, клиенттерімде ондай ситуация болмаған. Анасымен ашық сөйлескенін естімегенмін. Әпкелермен, әпшелермен, подругалармен, сөйлеседі, само собой. Ал анасымен сөйлеспейді. Әкесімен енді вообще айтпай қойық. Тіпті ешқандай әңгіме болмайды. Әкесі баласымен де сөйлеспейді ондай темаға. Очень редко просто айтады, атыңды атына қарап жүр, атыңды ұстап жүр, куда попало не заводи своего коня и так далее. Болды. И қыз өскеннен кейін не болады қызбен? Қыз в шоке болады вообще, что происходит? Бір жағынан, мысалы, подростық кезінде гормондар ойнай бастайды, и гормонның ойнағаны бұл норма. Здоровый организм, дені сау, ағзада гормонның жұмысы именно подростковый кезде қатты бұрқырап жұмысын бастайды, потому что подростық, жасөспірім деген кім? Ол өсіп жатқан ағза, ол ересек болуға дайындалып жатыр. Ағза, сол баланың ағзасы, қыздың ағзасы, неважно, ересек күйіне келуге көмектеседі. Гормондар формироваться етеді. И сол гормондар бұрқыраған кезде, формироваться еткен кезде секске интерес пайда болады. Басқа противоположный полмен, қыз болсан баламен, бала болсан қызбен қарым-қатынасқа түсу қажеттілігі пайда болады. Не обязательно секс, просто танысқың келеді, общаться еткің келеді, свиданияға барғың келеді, ухаживаниялар басталады, бір-бірін ұнату басталады, уже басқа уровеньде. Бір-бірін ұнату садикте де болуы мүмкін. 3-4 жаста, 5 жаста. Бірақ по-настоящему андай уже алғашқы махаббат дейді ғой, оның бәрі именно подростковый кезде басталады. И осы кезде ата-ана өзінің қызымен, баласымен жақсылап іштей сөйлесу қажет. Жақын отношенияны ол үшін құрастыру керек. Жақын қарым-қатынас
сол баланың 13, 14, 15 жасында өзімен өзі бола салмайды. Оған деген кішкентай бала туылғаннан бастап сол баламен жақын қарым-қатынаста болсаң, ол баланы, өзіңнің балаңды тыңдағың келсе, оның пікірін білгің келсе, оның қиыншылықтар кездестірген кезде сенен кеңес алсын десең, ата-аналарға қазір айтып жатқаным, онда кішкентай кезінен бастап оны сыйлау керек, сол балаңды сыйлау керек, оның мнениясын учитывать ету маңызды. Сонда жас өспірім болған кезде ол баламен спокойно сөйлесуге болады. Ол сенің сөзіңді авторитет ретінде қабылдайды. Сенің пікіріңді де қабылдайды. Осындай бар екен ғой, менің анам осылай ойлайды екен ғой, менің әкем осылай ойлайды екен ғой. Вот. И сол кезде ашық сөйлесуге болады балаңызбен. Екінші фантазия, айтып өткендей, осы сказкада принцессаны принц құтқарып қалу керек, я? Бір нәрседен әйтеуір құтқарады. Драконнан болсын, тағы бір жағдайлардан болсын. Өскен кезде қыздар сондай мнениемен өседі. Мені обязательно еркек бір нәрседен құтқарып қалу керек. Қыз әйтеуір қалай өседі? Мектепке барады, университетке барады, бір жұмыстарын жасайды, самостоятельно өмір сүруге дайындалады, әртүрлі қиыншылықтарға тап болады. Бұл өмірдің нормасы. Осы кезде қыз нені армандайды? Мен бір еркекті кездестірсем, сол еркек мені құтқарып қалса, тұрмысқа мені алса, бол, мен проблемаларым бәрі бітеді. Бірінші иллюзия то, что қыздың мақсаты күйеуге шығу. Как будто қыздың басқа мақсаты жоқ. Бізге сказкаларда ол қыздың қандай таланттары бар, қандай өзінің ішкі армандары қандай, өзі не істей алады ол қыз, оның неге құмарлығы бар, неден ол рахат алады, нені үйренгісі келеді, оның бәрін бізге көрсетпейді. Ондай вообще темада жоқ ертегілерде. Бірақ арман культивироваться етеді, тұрмысқа шығу. Бұл не только сказкаларда. Мысалы, бұл осы біздің поколениядан келіп жатқан идея ғой. Біздің мамаларымыз, апаларымыз, апаның апасы, апаның мамасы, в общем, бәрі кезінде тұрмысқа шығу бұл ең маңызды деген. 15-16 жасқа дейін тұрмысқа шықпасам, бұл сен біткен тағарсың. Ол заманда қыздың мнениясы, қыздың потребностар, қажеттіліктері, қыздың интеллектіне көңіл бөлінбеген. Енді көңіл бөлінген уақыт бұл Абай заманы. Абайдың заманында, я. И то ол жерде енді прям только-только зарождалось вот это вот отношение к женщинам, когда женщин начали воспринимать как равного человека. Оның алдында әйел адамға, это не только қазақтарда, это кез келген ұлтты алсақ, мысалы, орта ғасырларда алайық, қыздарға, әйелдерге деген қарым-қатынас ерекше еді, вообще басқаша еді, имеется в виду. Қыз просто үйді бағатын, үйге қарайтын, бала-шағаны асырайтын болғанда, бала-шағаны өсіретін, тамақты дайындайтын, үйдің тазалығына қарайтын адам еді. Даже қазір айтып жатқан кезде, әр видеода мен сіздерге айтамын, кез келген құбылысты, кез келген ситуацияның, кез келген заттың өзінің энергоинформациондық полесі болады. Энергоинформациондық айналасы болады, энергиясы болады. И осы ситуация әйелдердің өмірі, егер бүкіл әйелдердің сборный, коллективный түп санасына еңетін болсаңыз, мысалы, мен қазір соны
сол жаққа еңіп жатырмын, сол жақтан информацияны алып жатырмын, сол құбылысты сезіп жатырмын. Даже қазір сөйлеген кезде, осы теманы басында сценарийді жазған кезде өте қиын болды, потому что бұл тема былай тас сияқты ұзақ уақыт, ғасырлар бойы тас сияқты қатып қалған еді. Әйелдердің сыртқа шығуына көп кедергі болған. И бұл кедергіні бүкіл уақыт поддерживать етіп тұратын, сол ғасырлар бойы поддерживать етіп тұратын. И бұл тас тек осы 20 ғасырда ашыла бастады. Постепенно жұмсарып, бұл темаға кіре бастадық. И бізде қазақтарда тоже енді осы тема ашылып жатыр. Совет одағы кезіндегі равноправие, еркекте, әйелде бірдей деген тема, бұл да дұрыс емес. Бұл да иллюзия. И только еркектің мнениесі дұрыс, әйел ол жүрген біреу деген тоже дұрыс емес. То есть бұл екі крайность. Всегда ойдың критическое мышление дейді. Ойда өзіңізге сұрақ қойған дұрыс. И плюс, ойға плюс, өзіңіздің денеңізбен ішкі сезімдеріңізді оятқан маңызды. Сіз өзіңіз қалай сезесіз? Сіз өзіңіз не ойлайсыз? Сіздің мнениеңіз қандай? Вот прям реально вот эта тема непростая. Прям денемен де сезіледі, что мен қазір сөйлеп жатқан кезде, вот прям как будто сол таста ашымай жатқандай сезім болып жатыр. Итак, инквизиция кезінде, мысалы, әйел адамы, инквизиция орта ғасырларда болған нәрсе Европада. Әйел адамы ішінде еркіндігі бар, өз-өзін сыйлау, өз-өзін сүю деген нәрсеге тыйым салынған. Әйелдің орны конкретно определенный бір функциясы бар деген. Әлем басқарушылары осы ситуацияны әдейі жасаған. Кез келген событие біздің әлемде просто так өзімен өзі шыға салмайды. Оны всегда біреу құрастырады. Значит, әйелдерді өтірік жолға апарған. Не только әйелдерді, вообще бүкіл адамдарды өтірік жолға апарған. Бұның да өзінің, конечно, мәнісі бар ғой. Бәрі Құдайдың қолында, барлығы Құдайдың ісі. Құдайдың келісімісіз бір шаш талда бастан құламайды. Бір тал шаш, вернее, бастан құламайды, қол түспейді. Менің ойымша, менің сезімім бойынша, әйелдің кез келген мақсаты болуы мүмкін. Оның ішінде өзіңнің сүйікті жарыңды кездестіру, бұл да бір мақсат. Бірақ алдында бізге сол фантазияны, иллюзияны миымызға сіңіріп, генетически ДНК-мызға дейін сіңіріп тастаған, ол то, что әйел адам обязательно тұрмысқа шығу керек. Неважно, за кого главное тұрмыста болу. Қазір бұл программа уже не работает. Уже все. Сен егер қазір кез келген бір адамға тұрмысқа шықсан, 100% развод болады ол адаммен. Потому что ол адаммен іштей махаббат жоқ. Ол адаммен бірге жандары совпадать ететіндей, мақсаттары совпадать ететіндей дәрежеге жетілмесе, отношения тұрмайды, отношения құрылмайды. Қазір сондай заман. Қазіргі жаңа заман бұл кез келген затты, адамды, ситуацияны жүрекпен таңдау. Өзіңнің ішіндегі сезімдеріңді қосу, чувствительностьті сезе білу. Сол сезе білу.
өзіне жаға ма жақпайды, ол үшін өзіңді таныған маңызды, өзің қандай екеніңді өзіңді дамытқан маңызды.